Ё-моё, тез ыстыру керек әйтпесе дейтін огородтарын не болады екен. Алдында пранк істегеннен бері тұр. Ё-моё, сандығымда мотыгамда қайқайтып қалды. Ана кім Аликош алып кеткенше де, ё-моё, ана кезде пранкқа беріп құрсын сатып алу керек болды жаңадан. Пайди по сути бәрі егіліп тұрған екен, жарайды. Онда мен бар жителдердің қал жағдайын біліп қайтайын. Қалайсыңдар жителдер? Мынау не мынау мусор не лақтырып шашып тастағансыңдар, мына жер бытшын шашып тастапсыңдар ғой бәріне. Нурик, не шаруаң бар кетші, атай алсың уже. Жителдер, мен сендермен жай сөйлесіп отырмын. Не болды? Сразу ашуланып. Кет дедім ғой мен саған, кетші бар, өзіміз білеміз, мусор лақтырамыз, ол біздің ауылсы. Игроктар емес, сен жүрмеу керек, жителдер ғана жүреді бұл жерде. Мен жител, не болды? Ашуланып, ё-моё, мусорларын лақтырмай жүрсеңдерші, мен сендерге айтып жүрмін ғой, ауыл таза ұстаңдар сәл. Ё-моё, бір бытшыт адам екенсіңдер ше, бомжға ұқсап баратсыңдар. В смысле бомж, не деген кеп тұр? Ох, житель, сен маған қадалып тұрсың ба сонда? Қадалып тұрсың ба? Сен маған қадалып тұрсың ба сонда? А чё, не болды? Қазір ана мұрныңды тартып жұлып аламын. Тыныш тұр. Осы мұрныма тисе береді екенсіңдер сендер. Ё-моё, мұрныма тисе бермеймін, түсіндің ба? Сенің анау неңді көзің жұлып алып, түсіндің ба? Мен көзіме әңгіме айтты, түсіндің ба? Сен анау өзбекке ұқсаған анау қасың жұлып аламын, түсіндің ба? Саған сөз таппай қалдым. Кетші бар, кетші. Сөз таппайсың, конечно, ё-моё. Мына мусорды жинап кетіңдер бұл. Әйтпесе қазір бір айналып келем, мусор жинау тұрмасын, айырам сендер, түсіндіңдер ма? Айырып көрсеш, бот. Баршы, кетші. Ё-моё, айырып көрші дей ма? Көресіміз әлі, ё-моё. Так, сәл ноутбук па? Или сотка ма? Бір нәрсе қарай тұрамын ғой, тикток па, бір сәл. Отырып қарай тұрайыншы, аналар мусорын лақтыратын шығар, мен ойымша. Так, қой соткама қарап отырайын, ё-моё. Так, ё-моё, қой құрсын қарап шаршадым уже, ё-моё. Уже жителдер жинақ болған шығар, жителдер ақылды, негізі бәрін жинақ болу керек, по сути. Жителдер ақылды, бәше тупой екенсіңдер. Мен жинауым керек пе енді? Әйтпесе жинамасам маған келеді мэр, ё-моё. Натайел бар ғой, мусорларын лақтырып тастай береді. Ё-моё, бәле болды бар ғой. Мәссаған. Ё-моё. Енді не істесем болады, мусорларын лақтырып тастайын құрсын. Әйтпесе мэрден ұрыс еститін желание жоқ. Жителдерге осы бір тәрбие салу керек па, бір осының бәрін тоқтату керек бар ғой, әйтпесе бұлар беспредел вообще. Ё-моё, жарайды. Что-то бір идея келіп жатыр ма, сәл ше, мына жерді өзгертіп тастайтын екпей мәрге дәлелдеймін. Ё-моё. Хей, ассалаумағалейкум достар, сендер мен Нурик, қалайсыңыздар? Видео түсіріп жатырмын бүгін. Короче, бағана камера қосып тұрған шығар, білмеймін. Короче, жителдер маған жестко мусорларын тастамай маған ерексіп жатыр. И мен оларға бір нәрсе пранк па, бір кішігірім істеу керек болып тұр. Мен бір идея таптым, по идее мен оларға, мен ана мусорка тұр. Осы мусоркаға тастауға қиналады ғой, ё-моё. Тез тастап тастайын құрсын. Міне. Мусоркаға бәрі мусорын тастап тастайын. Өте тез, жылдам әрі тез тастап тастау керек. 6 бутылкаларын кетші бар болды. Ой, ё-моё. Қайтып авалады ғой енді осын. Істеді табылар, істеді. Болды. Мусор лақтырдым. Сен қой құрсын барып бір енді. Не істесем болады бір. Пайди пранк түсіп тұр достар, короче, мен бүйтем, короче, бұларға ше. Типа ауылды сатып бергендей болып пранк жасаймау деймін, әйтпесе мыналарға болмайды, түсіндіру керек мынаны. Давай достар, қазір мен бір досыма хабарласып жіберейін, сөйтіп ол кіші актерларға хабарласайын, короче, досым дегенде. Досым ол досым, короче, қазір жұмыста, ешкім айналыспайды. Короче, актер жалдайтын болам. И сөйтіп сатып жіберетін боламыз. Көресіңдер, видео қызықты болады, в общем, пранк істейін деп тұрмын. Ойдан шығарылған бір нәрсе болды ғой құрсын. Так, давай, тезірек телефонмен хабарласып жіберейін. Сосын қазір бүкіл дайындап алайын. Так, все, рахмет, короче, міне ақшамды алдым. От души саған.
давай Нурик мырза, мен ауылыңызды сатып алдым, енді ауыл менікі, бүкіл шығарсаңыз болады. Я жителдер дайынсыңдар ма уже? Нурик, Нурик, кешірші, бекер сатып жатсың сен, бекер сатып жатсың, өтініш. Біз үйіміз не болады сонда? Білмеймін, сендер өздерің ғой тазалық сақтамайсыңдар, ауылды бұзасыңдар, еще маған әңгіме етіп жатсыңдар ма? Жоқ, мен ауылды сатам, болды, сатып жібердім, мэрді келісіп тұр, негізімен шот алып, уже мэрге жартысын бөліп беріп, и болды, сендер қалаға ма өздерің білесіңдер қақы жүрміз. Бұяқта біздің үйіміз бар ғой, үйлеріміз. Болашағы асырап отырайдық қой. Сендер енді кеш ойландыңдар, ренжімеңдер, мусор тастап, өздерің ғой тазалық сақтамаған. Шын мен тастауым керек пе оны? Біз негізі қателіміз түсіндік қой, өтініш қайтаршы бізді ауылды. Өтініш. Жоқ, болды. Сендер қазір мен уже автобус келеді қазір, бүкіл жителдер салып алады, и сендер кетесіңдер, түсіндіңдер ма? Өтініш, Нурик, өтініш. Бізді не істемейші, үйімізді құртпашы, өтініш. Болды деймін. Болды, разговор окончен, болды. Ё-моё, жестко шылап жатыр ғой. От души давай, ойнай бер. Все, братан. Давай, все. Так, жителдер, короче, енді автобус келеді, мұңаймаңдар өздерің. Өздерің ғой енді қателіктерін түсінбейсіңдер, надай бүкіл бұзасыңдар еще, ё-моё. Өтініш, Нурик, тағы да мүмкіндік берші. Болды, біз енді бүгіннен бастап мусор тастамаймыз, өзіміз мусорларымыз тасалап жүреміз. Өтініш, алып қаш ауылды. Точно ауылды мусор ластамайсыңдар ма енді? Точно, Нурик, өтініш, алып қаш, по-братски, айтып тұр қой саған. Өтініш. Көремін. Общем, қазір мен сөйлесіп көрейін онда. Аналар жылап жатыр, прикинь, типа мен саған қайтадан ақшаны қайтарып беремін да, ауыл қайтарасың. Ол пранк қой негізі. Я, братан, болды ғой. Так, короче, бүйтеміз ғой, қазір тағы да ойнаймыз, көнбей жатыр анау деп сөйтіп, и короче сөйтеміз ғой, түсіндің ба? Все, братан. Так, в общем, мырза, короче, ауыл сатылмайды ғой, по идее. Неге сатылмайды? Мен алып қойдым уже, болды, мен жителдерді алып келемін, көнбеймін болды. Көнбейін дейді. Жителдер, короче, көнбейді анау. Нурик, өтініш, сен бір нәрсе қылшы, өтініш, алып берші бізге. Бір ертерек түсінбейсіңдер ма соны, ё-моё, жителдерді бір надоел екенсіңдер. Жарайды. Көреміз. Так, агент мырза, короче, мен саған ақшаны қайтарып берейін, полный ақшаларында. Бәрі керек емес, ешқайсысы, короче. И маған бәрі уже ауылды қайтараса үшін. Біз сатпайтын болдық, короче. В общем, сол министрсің ба, кімсің, ауылды сатпайтын болдық. Сіздерді ауылдызаңызға қызығып сатып алайын деймін. Сіздерді бір лохотрон екенсіздер, сіздерді сотқа беремін, түсіндір ма? Қой, бауырым, сен сотқа бергеніңіз. Лучше шетелді алып кет, тазалық сақтамайды, солардың кесірінен ғой. Ё-моё, мақұл, жарайды. Түсініп тұрмын ғой енді, сендер мұрнымда бітеліп қалды ғой, ё-моё. Жарайды енді, давайте үшін, бірақ бұлай алдамаңдаршы. Давай, ауылды сатпаймыз болды. Жителдер, болды, алып қалдым. Ура, сен шынымен алып қалдың ба? Енді қайталамайсыңдар ғой. Қайталамаймыз енді, смело, Нурик. Болды, мусорларыңды тазалап жүріңдер, түсіндіңдер ма? Все, мусорымызды өзіміз тазалап, өзіміз арпарып, ауылымызды таза сақтаймыз, енді түсіндік енді. Болды, короче, өздерің көріңдер, ё-моё, адамды әуреге салып сендерде бір. Енді давайте жиналыңдар, қайтадан үйлеріңе барыңдар. Все, Нурик, рахмет саған тағы да. Давай, өзің. Ё-моё, пранк екенін айтпай қояйық. Айтпақшы, кім? Сен қайта бер бар. Все, братан, давай. Рахмет көмектескеніңе, ё-моё. Бұнтта жалдадың жаңа. Анау өзде нем ғой? Субинер ақша қойшын. Ё-моё. Мә жителдерге енді жесткіті доверяться етті. Қой енді мен бір сәл или бір походқа ма, или бір қалаға ма, или ұйықтап аламау сәл. Ұйықтап аламау деймін. Ё-моё,
Ал достар, сіздерге осы видео ұнаған болса арнаға тіркеліңдер, лайк басында комментарий жазыңдар, және сендермен болған мен Нурик. Ал давайте достар, сау болыңдар. Ал мен болса ұйықтаймын.